Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Қалайсыздар достар? Анеля видео бастап жатырмын. Сәлем достар, мен бүгін там көңіл күйім болмай тұр. Неге? Біз мама ана хабар рахаттан отырып бір айтып беріңізші достар сіздерге де. Рахаттан бәрімізге айтасың ба? Бәрімізге. Бәрі. Не жағдай, не тыныштық па, не болды? Тыныштық емес то. Ойбай, тыныштық емес. Кеттік, давай достар. Штативімді алып алайын. Не болды екен Анеляға? Рахаттап тұрып тұрмайсыздар. Ал достар, ыңғайланып отырып алдық. Анеля бізге күшті бір әңгіме айтам деді. Ал айта ғой, не болып қалды? Дайындалып жатсың ба, бүйтіп? Не жағдай? Достар, короче, бұлай. Қалай? Соңғы кездері апай мені көп жақсы көрмей кетті. Маған көп көңіл Апай? Иә, Өзі мұғалімің ба? Өзімнің мұғалімім. Мен сабақты жақсы оқып жүрсем де, маған көп көңіл аудармайды. Мұғалімдер деген, апайлар деген оқушылардың барлығын бірдей жақсы көреді ғой, Анеля? Жоқ, барлығын бірдей жақсы көрсін, бірақ мені жақсы көрсеңізші бүкілінен қатты. Мен алдына отырысып қойғанын, әнелек дегенін қалаймын апайдың. Неге сен бөп емессің ғой? Үйде біз сені әнелек дейміз. Ал мектепте барлық оқушылар бірдей ғой. Енді сен ойлап жүрсің бе, апай мені жақсы көрмей қалды деп? Мен соңғы кезде жақсы көретін едім. Ешнәрсе. Апай екеуміз күшті подружка едік, жан достар едік. Енді ешнәрсе қылмайды. Просто апайың жұмыстар шығып, әртүрлі шаруалар болып, саған уақыты болмай жүрген шығар. Мен сабақты жақсы оқып жүрмін. Күндерімде бес тола ашық қаласаң. Енді дейін ба? Енді сонымен не дейсің енді? Енді бұлай, короче, менің бір құпиям бар. Бірақ ешкімге айтып қоймаңдар. Қандай құпия? Давай бәрімізге айтшы. Мен, короче, бар ғой. Мен кітаптан оқыдым, кітапхана барып. Отырып алып, сиқырлы кітап. Соның ішінде бір сиқырлы сусын бар екен. Егер оны істеп, байқатпай апайға берсек, апай мен жақсы көріп кетеді екен. Ол өтірік қой, сиқырлы сусын. Оны істеп көрейік, менде рецепті бар. Істеп көрейік, білдірмей апайға беріп. Істелмейді, мама. Қой өйтіп істеуге болмайды ғой. Істелмейді, мама, істеуге болады. Жүр көрейік, не бар құрамында? Так, достар, енді мен сиқырлы сусынды дайындауға кірісемін. Сен шынымен де дайындайын деп жатсың ба? Иә. Сиқырлы сусынды. Ол сусынды апайың ішкесін сені жақсы көріп кетеді ма? Анелек, саған бүкіл мектептің 5-ін берем, 5 қоям деймін саған. Так, енді не істейсің? Суды әкеліп алдық, достар. Енді рецепт дегенің қайда сиқырлы рецепт құрамына қосатын? Бұл менің бастап атқан спискім ғой, картоп, пияз, анамны үйге алатын заттарым ғой. Сүт. Соның бәрін қоспай шығарсың? Сүт. Достар, Анеля бізде сиқырлы сусын дайындап жатыр. Ол оған сеніп тұр. Соның бәрін салса, апай жақсы көріп кететініне. Көрек ал, дайындап көрек. 3 тамшы сүт. Так, достар, рецепттің бірінші суға үф дейміз. Үф, сүф, кетті. Екінші оған шоколадный иісі күшті банкноттың бір парағын саламыз. Өткені параққа жазады ғой. Мына қыздың жасап атқанын қараңыздар. Енді суға парақ салды. Апайлар жазғанын жақсы көреді. Сол үшін олар ручка салып жүрміз. Ручканы тақпаған. Үф, сүф. Суға салып жібердің ғой? Наклейка, кішкентай наклейка. Апай маған көп наклейка береді. Апай мені жақсы көрсін деп осылай. Ай, қолыма түспей жатыр. Үф, сүф. Так. Оншақ салып жіберейік. Аяқ-көліктің заттарын да салып жібере бересің ба, сөйтіп? Үф, сүф. Не су болды мынау? Сол сиқырлы су деп ойлап тұрсың ба енді? Не болады екен соңында достар? Кілтіңге саласылайық, пайдасы тиіп қалар. Үф, және сүф. Бұл уже таза емес, су болып кетті ғой. Не істеп кеттің, достар? Анеля не істеп отыр? Және бізге лапканың жара керек. Үф, сүф. Так, болды. Анеля, кеттім мен. Мама. Ол не істеп жатсың енді ешқайсысы дұрыс? Не қылмайды ғой, орындалмайды ғой. Бұны бірінші апайға береміз. Достар, бұл судың бетін жауып қоям. Содан кейін бұл кішкене туылған соң начинка аламыз. Сосын ертең апайға берем. Сосын ол мені жақсы көріп кетеді. Анелюком!
Достар, суымды тазартып мына ішіне құйып алдым. Енді бұл суды ертең апайға берем. Апай су ішесіз ба деп бересің ба сонда? Апай, Сосын содан апай бірден сен жас көріп кетеді деп ойлайсың ба? Жарайды, көрейік не шығатынын. ертең берем. Осы жерге қойып кетесің ба? Тұра тұрсын. Шөлдеп тұрым. Біреу маған су дайындап қойыпты. Аяна, ішпе! Ішпесей! Неге ішесің? Вот не оқып кетті. Күчай? Достар, Анеля деген настроениясы түсіп кетті. Не болды, айтшы? Мама. Суды. Енді бітті. Жоспарым іске аспай қалды. Енді столдың үстіне қойып қойған, не? Суды Аяна ішіп қойды, достар. Настроением жоқ енді. Ай, күш қойдың суды не ғой? Тәтешім? Енді бұл әшін ойын су ғой, әшін ойыншы. Не болды Аянаға? Аяна сен жақсы көріп кеткен шығар? Жүрші, Аяна, не болды? Аяна сонша айқайлап атсың. Тәтешім, мен сен столын тазалап қоятын. Неге ол таза? Сен столын шалып атып. Тәтешім, сұп-сұлу тәтешім менің, жарығым, жұлдызым, тәтешім. Не болды, Аяна саған? Сурет сайын, кетші. Күнде көріп жүрген тәтең ғой, Аякош, не болды? Сусын әсер етіп жатыр екен, сиқырлы сусын. Мама, айттым ғой. Аяна, жібер, болды. Тәтешім менің, тәтешім. Аяна, не болды саған? Не болды Аянаға? Не болды? Күнде көріп күнде ұрысып жүрсің. Тәтем менің ең сұлу тәтем. Бұл тәте ешкімде жоқ, өмірде жоқ. Бірі ғана, менде ғана бар. Бұл тәте. Менің Достар, әжекеш тәтем. шынымен сен қатты жақсы көріп қалдың. Сенің суың әсер. Сенің сусының әсер етті шынымен де. Анеля. Мен апайға беремін. Сасы ұзын. Туфма судың сиқырлының күшін қалай айтысам ки жақсы қоймады. Есі аяғыңа ұқалап бейім ба? Ұқалап бейім ба? Есі қандай киімнет аяғының? Аяғымды ұқалап берем. Ой, мынаса құтыламай қойдым ғой. Дұрсай жерге отырма. Жылы жерге. Мына жұмсаққа отыршы. Мен отырайын деп жатқан жоқпын. Ой, бір. Ой, бір. Назан құтыла алмай қойдым ғой. Азым құрап кетті мороженое. Тәтем. Менің жұлдызым, әнім, жарығым, күнімізім. Сен жақсы көрем. Мороженое жеп тұрма. Сен негізі мені жақсы көрмейсің, жеп көресің. Екеуміз ұспаймыз, тәте. Ұспайықсың. Балбұзақ жегін кеп тұрма. Жақсы көре берем, жақсы көре берем. Шықтым алдым. Алиханнан татып алдым, ұрып татып алдым Алиханнан. Рахмет. Менің сұлу тәте. Достар, не өп кетті? Біреу сені прям жақсы көрсе. Мұнша күшімескен ғой, а? Тәтем, менің тәтем. Менің тәтем. Тоқта, Аяна, тоқта. Сен неге мені жек көресің? Вообще көмір сайрамыз екеуміз. Сен мені негізі жек көресің. Әкем, мен сен жақсы көрем. Сен айтпа. Сен мені жақсы көрмесің. Жақсы көрмесің. Менің алтын тәтем. Тәтем, асы тәтем. Той бар, мынағыз артынан қалмай ойдым. Ашпайым есікті. Есісім өткен енді.
Достар, Анеляның жасаған сусына кәдімгідей әсер етіп, сиқырлы сусын Аяна ішіп Аяна қойып, артынан қалмай қалды. тыныштық бермей жатыр ғой Анеляға деген. Қалай кетеді енді ол сусынның күші? Білмеймін, оны қалай Шашып кетірсек жүрді ғой болады екен. Просто Аянаны бір ұйықтап тұрғызу керек шығар. Ұйықтап тұрғаннан кейін кетіп қалады ол. Просто ұйықтатып алайық, иә? Сондай, иә, сондай. Оп-оңай екен ғой. Бірақ оны ұйықтатуды айтсашы. Қазір Тәтемнің мен- қасында ұйықтаймын. Ал тәтем де қоймай жатамын. Оны просто мен ұйықтатып алайын. Содан кейін все. Қояды сосын. Ондай сусын жасама сосын. Жарай ма? Жүр кет. Сиқырлы пирог жасап. Пирогты жемейді Аякуш. О-о. Достар, біз Аякушты ұйықтатып тастадық. Ол шамалы ұйықтап алды. Может, кетеді шығар енді деп ойлап тұрмыз. Кетпесе ше. Не болды? Әлі Аяна жақсы. жақсы көрем деп миымды ашты тағы. Бір су әкеліп берші маған. Сен жаңа тәтем. Өзіне керек суды өзін алып алма. Тәте дейін. Ана сабағымды оқиыншы. Өзіміздің Аякуш оралды. Наконец-то! Өзіміздің Аякуш оралды. Да, опять. Ура! Өзіміздің ұрысқақ Аякушымыз келді. Бір ұйықтап тұру керек екен ғой тек қана. Достар, мен енді сиқырлы сусынды жасамайтын болдым. Келесіде мен енді сиқырлы пирог деген жасайтын болдым. Ал әзірге сау болыңыздар. Пока-пока.